Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен өте әдемі осындай жұмсақ белоснежка сияқты болып шығатын осындай жұмсақ творожный креммен жасалынатын пирог жасаймыз. Егер де сіз әлі менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркелуді ұмытпаңыздар. Алда өте керемет рецептілермен бөлісіп отырамын. Ал кеттік. Ең алдымен айтатын нәрсем, біз бисквитті екі-екіден бөлек пісіріп аламыз, что бисквит пышный және көлемі үлкен болып шығуына байланысты. Бірінші болып бисквитті ыдысқа 7 жұмыртқаны осындай салып, оның үстіне еректен өткізілген ұн және шекерді қосуыңыз қажет болады. Барлық ингредиенттердің мөлшері төменде описанияға жазып кетемін. Оның үстінен Авалекс кондитерлік вазелин қосасыз. Ол кез келген кондитерлік магазиндерде сатылады. Ол бисквиттің жұмсақ және формасын ұстауына көмектесетін болып табылады. Және оның үстіне кукурузный крахмал, обязательно кукурузный болуы міндетті, картофельный крахмалды қолданбаңыз. Және кукурузный крахмалдан кейін сухой ингредиентіміз ол разрыхлитель болып табылады. Барлық ингредиенттің тағы айтамын, мөлшері төменде описания жазамын. Және осылай барлығын қосып болғаннан кейін оның үстінен осындай мұздай су қосуымыз қажет болады. Және оны миксердің көмегімен осылай араластырып аламыз. Және ол минимумда максимумға қарай араластырамыз. Және массамыз осы видеода көрсетілгендей қою және формасын ұстайтындай болып шығуы қажет. Және бізге екі ыдыс қажет болады. Астында пергамент төселген. Пергаменттің астына мен жай суды жай ғана сеуіп тастадым, чтобы пергамент түп-түзу болып тұруына байланысты. Және оны 180 градуста пісіріп аламыз. Өзіңіз печкаңызға қарай 5-6 минутта, уже максимум 10 минутта піседі. Кейін осындай біз бірінші кремін жасаймыз. Кремі екі этаптан тұрады. Бірінші этапта бұл бізге 1 килограмм творог қажет, және оның үстінен бізге сахарный пудра қосу қажет. Сахарный пудра мен творогты бөлек ыдыста осылай миксердің көмегімен араластыруыңыз қажет болады. Миксер болмаса, сізде тағы бір майдалайтын кез келген миксердің насадкасын қолдансаңыз болады. Және осы екі ингредиентті біркелкі болғанға дейін араластыруымыз қажет болады. Ол творогымыз үртік-кіртік болып қалмау үшін көмектеседі. Осылай барлығына араластыруыңыз қажет. Видеода көрсетілгендей етіп. Ал келесі этап, ол екінші ыдысқа бізге 700 грамм қою қаймақ қажет. Үйдің қаймағын қолданғаныңыз дұрыс. Және оның үстінен 300 грамм сгущенка қолданасыз. Сгущенканы да мен видеода көрсетілген сгущенка 3 желанияны қолданғаныңыз дұрыс. Және осы екеуін біркелкі болғанға дейін миксердің көмегімен араластырасыз. Екеуі бір-біріне араласуы қажет болады. Ол көп уақытты алмайды. Осылай араластырасыз және жаңағы творог тағы массамызды осы массаға қосуыңыз қажет болады. Сонда екі затты бір-біріне қосып араластырасыз. Сонда бір крем болып шығады. Осылай араластырыңыз. Егер де сіз видеода түсінбей қалған болуыңыз мүмкін. Мен просто мына ыдыста онша удобный болмағандықтан мен қайттан жаңағы көк ыдысқа ауыстырдым. Чтобы маған удобный болсын, ойлап қалмаңыз, тағы бір крем жасады екен деп. Просто мен ыдысты қайтадан ауыстырдым. Мына видеода көрсетілген. Осылай мына ыдысқа салып, удобно болу үшін осылай біркелкі болғанға дейін араластырдым. Кейін осымен біздің бисквитіміз, 4 бисквитіміз піседі, дайын болады. Оған бірінші обязательно пропитка жасау керек. Пропитка ретінде мен піскен сүтті қолданамын, немесе сгущенкамен суды араластырып, немесе шекер суды араластырып қолданамын. Осындай көп етіп жаға беріңіз, ол қорқынышты емес. Наоборот, сіздің пирожныйыңыз өте жұмсақ, влажный болып, керемет болып шығады. Және кремді осылай барлығына сүртіп алыңыз. Видеода көрсетілгендей етіп. Және начинка ретінде сіз малина, клубника және сухофруктыларды қолдансаңыз болады. Бірақ бізге банан ұнағандықтан мен осылай бананды қолдандым. Бананды арасына салып, осылай пирогымызды осылайша жинаймыз. Мен 4 бисквит деген себебім жаңағы дәл сол ингредиенттерден тағы бір 2 бисквит піседі. Сонда сіз екі бисквит жасайсыз. Соны ескеріңіздер. Егер де сіз түсінбей қалған болсаңыз, мен төменгі описанияға қайтадан жазып кетемін. Егер де сізге осылай
Сізге осылай менің рецептім ұнаған болса лайк басып комментарий жазып кетуді ұмытпаңыздар. Бұл торт кез келген адамға ұнайды деген сенімдемін. Келесі көріскенше.